Сәлем, ребята. Мен бүгін қалай бәрін үлгеріп, жанып кетпеуге болады. Яғни қалай барлық нәрсені қойған жоспарларымыздың бәріне үлгереміз да. И андай жанып кетпеуге болады. Қандай выгорание дейді ғой бізде, қазір стресс, депрессия, выгорание деген кәдімгі хит болып жатыр ғой. Осындайға түспеуге болады. Қалай адамдар стресске түспей бәрін үлгереміз. Осыны айтатын боламыз. Мен Өндіріс Саят, кәсіпкермін, инвестормын. Дәл қазір жұмыс жасап тұрған 3 проектім бар. 25 жасымда алғашқы $1 миллион тапқам. Кеттік. Мен құдайға шүкір дәл қазір таңда 3 проекттің жұмыс жасап тұр. Одан бөлек YouTube канал, жеке бренд инвестировать етем. Өлең шығармақшымын, кітап жазып жатырмын. Неге бәріне үлгерем, қалай үлгерем, неғып мен жанып кетпеймін, неғып мен депрессияға ұшырамаймын. Осы туралы мен айтатын болам. Оның бір жанып кетпеудің, выгоранияға түспеудің өзі нақты бір 15 жолы бар. Мен қазір 15 жолымен сіздермен бөлісетін болам. Түртіп алыңдар, жазып алыңдар да. И осы 15 болмаса, Алла қаласа, вообще выгоранияға түспейтін боласыздар. Ондай болатын болса, кеттік. Мен қалай бәрін үлгерем айтайын ба, ребята? Мен де үлгермеймін. Мен де вообще үлгермей жатырмын. Мен үлгере алмай жатырмын кәдімгідей. Мен де адаммын, тура сіздер сияқты, и мен де үлгермеймін. Мен де үлгере алмай жатырмын. Болды, осымен сабақ бітті. Осымен аяқтасақ болады. Деп әзілдеймін, ребята, кеттік ондай болатын болса. Бірінші, мен де үлгермеймін. Мен де идеальный емеспін. Яғни сен үлгермей атқаныңа бір кейбір заттарды, жұмыстарыңды, жоспарлаған жоспарыңды өзіңді кінәлі сезінбе. Ол нормально. Бәрі үлгермей жатыр. Любой мықты кәсіпкердің бәрінен сұрасаң, қалай бәрін үлгересің десең, ол айтады, мен де үлгермей жатырмын деп айтады. Сондықтан да сен үлгермей жатқаныңа өзіңді кінәлі сезінбе. Бұл бір. Екінші, выгоранияға түспес үшін адам ертерек тұру керек. Сағат 8-ден кейінгі ұйқының ешқандай пайдасы жоқ. Выгоранияға адамдар көбірек түседі, обедке дейін ұйықтаған сайын. Кім обедке дейін ұйықтайды, обедтен кешке дейін ұйықтайды біреулер ше. Выгоранияға қаттырақ түсетін болады олар, көбірек түсетін болады. Почему? Потому что олар 8-ден кейін кортизол бөлінеді. Кортизол ол бізге керек емес, онша емес гормон да, ол сенің көңіл күйің нашар болуына әсер етеді. Сенің көңіл күйің нашар болады, сен андай стресске устойчивый болмайсың, бір-екі өмірде болып жатқан жағдайларға сен жынданып кетесің, осылай сен настроениеңді құртасың. Үшінші, выгоранияға түспес үшін шаршамай тұрып демалып үйрену керек. И демалғаныңа да өзіңді кінәлі сезінбе. Хотя бы мен өзім көп жұмыс істейтін адаммын, бірақ 2 аптада бір демалатыным болады. Спокойно бір күн ештеңе істемей демаласың. Әйтпесе адамдар демалмай жұмыс істеп кете береді, жұмыс істеп жүре береді, и ауырып бірақ тынады. Ауырады, сонымен тағы да басқа уже денсаулығының арқасында демалады, денсаулығы құртылып, сосын барып денсаулығы оның теласы демалыс требовать етеді да, и ол ауырып и демалады содан кейін. Сондықтан да өйтіп демалмайық, шаршамай тұрып демалып үйрену керек. Бұл үшінші нәрсе айтып жатқаным. Төртінші, ребят, егер выгоранияға түспеу үшін жоспарлау керек. Әрбір проектті жоспарлау керек. Баста хаос болмас үшін. Бізде адамдар выгоранияға түсіп кетеді. Неге? Өйткені басында хаос болып жатады. Қырғын жұмыстар бірге кеп қалғанда бәрі, и оны жоспарламағанда бүйтіп бөліп жан-жаққа қоймаған проекттердің бәрін. Из-за этого бәрі бірге, бәрі қырғын жұмыс істеліну керек болып тұрады да, и ол тұрып выгоранияға түседі. Потому что жұмыс көп, хаос болып жатыр баста. Баста хаосты қалдырмау керек. Ол как будто бы сен комнатаң шашылып жатса, сен жаман сезінесің ғой өзің, комнатаң быт-шыт болып жатса. Ал жинап қойсаң, порядок пайда болады, комнатта. Тура сол сияқты сен де бәрін жинап қою керексің да жоспармен, и сен басында порядок пайда болады. Бесінші, жұмыстарыңды жіліктеп үйрену керек. Сен жұмыстарың үлкен болып тұра берсе, сенің көз алдыңда сен стресске түсесің, сен жаңағыдай тревогаға түсесің, сен выгоранияға түсесің. Қара, мысалы, жұмыстарыңды жіліктеу деген ол, допустим, сен осы жылдың соңына дейін мен кітап жазамын дедім ба, и ол мен кітап жазамын деп дөй болып тұра беретін болса, мен выгоранияға ұшырап соны жазбай жүре беруім мүмкін. Мен жіліктеуім керек. Мен осы 3 айдың ішінде хотя бы 5 тарау бітірем, одан кейін мынаны бітірем, одан кейін мынаны бітірем деген сияқты. Әрқайсысы поэтапно болатын болса, сен жіліктелген болатын болса ше, қай уақытқа шейін қайсысын бітіресің, одан кейін қайсысын бітіресің, ол кезде сен выгоранияға онша түспейсің. Выгоранияға түспеуге алып келеді. Жұмыстарыңды жіліктеу. Одан кейін выгоранияға түсірмейтін 6-шы нәрсе, ертеңгі күніңді бүгін түнде жоспарлап қою. Выгоранияға түсірмейді. Адам кішкене ұйықтап қаласың, ұйқыдан тұрасың, и сен күніңді жоспарламағасың, миың ашып, мынаяқтан біреу звондап жатады, мынаяқтан біреу жазып жатады, әрқайсысымен сөйлесіп жатасың, сразу жұмыс мәселелерді шешіп жатасың, и сен не істейсің? Выгоранияға түсесің. Ой, деп шаршайсың. Ал ертеңгі күніңді әдемілеп жоспарлап қоятын болсаң, бүгін түнде, онда сен выгоранияға түсуің азаяды. Негізі біздің күніміз, ертеңгі күніміз бүгін түнгі сағат 10-да басталады. Сен сағат 10-да ертеңгі күнді жоспарлап, уже ұйқыға кету керексің. 11-ден бастап ұйықтап,
11-ден 3-ге дейінгі ұйқы өте маңызды. Осы ұйқыны ұйықтау керексің сен. Осы жерде сен мелатонин аласың, гормон. Ол саған спокойствие береді. Ол саған бағанағыдай выгоранияға түсірмеуге де тоже көмектесетін нәрсе. Түнгі ұйқы деген нәрсе в целом өзі. 7-ші выгоранияға түсірмейтін нәрсе, ребята, көп жұмысты бірге алып алмаңыз. Қырғын жұмыстың бәрін бірге алып алатын болсаң, выгоранияға түсесің. Мысалы, менде болған бір рет көп план, көп жоспар, и бір аптаға дейін ештеңе істегім келмеді. Вообще ештеңе істегім келмейді, ештеңемен айналысқым келмейді. И бір күні мен барберге алдым, шаш алуға, и басым шашымды алып жатырмын, и шаш алып жатқан кезде менде как раз ойланатын мүмкіндік болды. И мен 1 сағат ойландым. 1 сағат ойланып отырдым. Оказывается, мен выгоранияға түсіп ештеңе істегім келмей қалғаны себебі мен көп 5 жұмысты 5 цель қойып қойғамда өзіме, и 5-еуін бірге істеу керек болып қалғамда. Осының кесірінен мен выгоранияға түскем. Олай істемеу керек, көп жұмысты бірге алмау керек. Көп жұмысты бірге алмай бітесің. Мысалы 5 цель ма сенде, тұрасың да соның 2-еуін немесе главный 1-еуін аласың да 1 айға қоясың. Осы ай мен осымен айналысамын дейсің. Одан кейін барып сен тұрасың да 2 цельді аласың да келесі 2 айға қоясың. Мысалы да қалғаны бір главный 2-еуін или главный емес 2-еуін оларды кейінге қоясың. Солай сен жұмыстарды бірге алып алмайтын болсаң, бөлетін болсаң, уақытпен шектейтін болсаң, онда сен выгоранияға түспейсің. Бұл 7-шісі, ребят. Түсініп жатсыңдар деп ойлаймын, Мен тез сөйлеймін, бірақ өте түсінікті сөйлеймін деп ойлаймын. 8-ші, ребята. Күніңізді, жұмысыңызды жасағыңыз келетін жұмыспен бастаңыз. Осы тревогаға, выгоранияға түсірмейді. Яғни, азында тұрдың и жасағың келмейтін жұмыспен бастау выгоранияға түсіреді. Жасағың келетін ең жақсы көретін нәрсеңмен бастауға тырысу керек. Таңыңды, күніңді, әдемі завтрак ішу может быть, бассейнге түсу может быть, может, не знаю, тренировка істеу болуы мүмкін біреуде. Менде мысалы сторис салумен бастауға тырысам. Күнімді сторис салумен бастасам, өзімді жақсы сезінемін мен. Вот. Сондықтан да өте маңызды бұл да күніңді дұрыс бастау, 9-шысы. Өзіңді сезу керексің. Өзіңді сез, выгоранияға түспеу үшін қандай нәрсе саған жақсы көңіл күй сыйлайды, энергия береді. Осындай нәрселерді жасау керек. Осындай нәрселермен айналысу керек. Күннің ішінде қосып қою керек та. Мысалы, әдемі тәтті, күшті кофе ішу, может быть, не знаю, коктейль ішу болуы мүмкін, футбол ойнау болуы мүмкін. Кімде қандай нәрсе бар, сенің күннің ішіне соны қосып қоя салу керек, добавить етіп. Съемка істеу біреуге, может быть, біреуге ұнайтын болса. Осылай сен өзіңнің выгоранияға түсірмейсің. Выгоранияға түссе адамдар көп жұмыс жасап кеткеннен тоже, көп жұмыс жасауға емес, ребята, ақылды жұмыс жасауға тырысыңыз. Ақылды жұмыс жасауға тырыссаңыз, выгоранияға аз түсетін боласыз. Ақылды деген қалай? Оны дұрысын істейсің да, әдемісін, жақсы жағынан, оңай жағынан істеп кетесің. Осы сені выгоранияға түсірмейді. 11-ші выгоранияға түсірмейтін себеп, ребята, сіз бітетін жұмыстардың бәрін біреуге тапсырып үйреніңіз. Делегировать етіп үйреніңіз. Тек қана бәрін өзіңе алып алмай, өзің істей бермей, менен басқа ешкім істей алмайды, басқа ешкімнің қолынан келмейді демей, басқа біреулерге беріп тапсырып үйреніңіз. Даже олар істей алмаса да, кейде олар құртып жатса да, Просто сен оны тек қана өзің істейтін болсаң, шаршайсың. Шаршаған кезде Аллах тағала сенің шаршап жатқан жұмысынан берекені алады. Айтады ғой, Аллах тағала шаршаған нәрседен берекені алады екен. Қалай берекені алады? Сен шаршаған нәрсеңді онша емес істеп бастайсың. Бармай бастайсың, ұйықтап қалып бастайсың, ерініп бастайсың, Онша емес тез істеп, ертерек жабып магазин болатын болса, мысалы да. И сен берекең кетеді. Лучше сен сол жерлерге басқа адамдарды қойып делегировать ету керексің. Сол кезде олар оның жұмысына кіреді. Ал сен шаршамайсың, сен онша выгоранияға түспейсің. Сен басқаша ойланып бастайсың, қалай мен ақшамды көбейтсем деп. Стратегически ойланып бастайсың. 12-ші, әрқашан дамып жүріңіз. Постоянно дамып отыру керек. Дамып отыру керек. Постоянно өзіңе қарап, ізденіп, оқып отыру керек. Сен дамып ізденіп жүретін болсаң, выгоранияға аз түсесің. Мысалы, менде өзімде лично сондай. Мен қанша көп оқып, білім алып ізденген сайын, сондай бір тусовкаларда, сондай бір форумдарда, сондай бір курстарда, сабақтарда жүрген сайын, мен кәдімгідей выгоранияға түсуге уақытым да жоқ. Мен сондай бір энергияда жүремін, үлкен. Кәдімгі творить ететін, бір нәрсе істегің келетін. Кімдерде де болған шығар, кімде бір сабақтарға, менің интенсивтарыма тегін қатысқандар болатын болса, білмеймін, менің тренингтеріме қатысқандар болатын болса, білу керексіңдер, кәдімгідей сендер соқта қандай энергияда жүретіндеріңді, қандай энергия болатын бойларыңда. Кәдімгі бәрі қолынан келетін сияқты жүресің ғой. Енді оны мотивация деп айтады, конечно, но сондай жерде көбірек болу сенде сондай энергияңды көбейтіп тұрады. Ал ондай энергияда сенде мотивированный болып тұрғанда сен бір нәрсе істеп кетесің. Ал бір нәрсе істеп кеткен сен бәрібір тәжірибе аласың, немесе нәтиже аласың. Екеуін біреуін аласың. Екеуі де сен жетістікке алып барады. Сондықтан да өте маңызды. 13-ші жылы мықты окружениеде болу. Крутой кругта болу керек, бір стаяда болу керек. Мықты адамдармен, мықты адамдардың өзіңнен мықты болса, табысы жоғары болса, армандары биік болған сайын жақсы. Өзің ең мықты жерде жүру, сен мықты жерде жүру, ол қиын.
жаман қиын болады. Лучше сен емес, сен мықты емес жерде жүру керексің, яғни сенен мықты адамдардың арасында. Сол кезде сен онша выгоранияға түспейсің. И, ребята, 14-ші нәрсе, выгоранияға түспеу үшін кішкене расслабьтесь, будьте спокойнее, жіберіңдер, расслабьтесь, бәрі нормально, бәрі спокойно, бәрі жақсы. Ештеңе болып жатқан жоқ, ешкім қуып келе жатқан жоқ, ешкім өліп қалайын деп жатқан жоқ, бәрі нормально, спокойно, расслабьтесь просто. Ал біз расслабленный кезімізде жақсы идеялар келеді бізге ше, мықты идеялар келеді, мықты шешімдер келеді. Ал оны іске асыратын болсақ, әрекетке айландырсақ, нәтижесі де күшті болады. Сондықтан да кішкене расслабьтесь. 15-шісі ең соңғысы, ребята, выгоранияға түспеу үшін жақсы көретін нәрсеңмен айналысуға тырысу керек. Егер сен жақсы көретін нәрсеңмен айналысатын болсаң, онда сен выгоранияға түсуің аз болады, жоқ болады даже. Өйткені жақсы көретін нәрсең, хоббиің саған ақша келсе, онда сен почти жұмыс істемейсің ғой. Сен онда выгоранияға түспейсің. И ақша саған оңай келетін болады. Сен қақтың ақшаны оңай табасың, сол нәрсемен айналысу керек. Ол сенікі екендігін білдіреді. Ақша қиын келетін жерде емес, ақша оңай келетін нәрсемен айналысып, сондай жерде жүруге тырысу керек. Бұл да сізді выгоранияға түсірмейтін болады, жанып кетпейтін боласыз. Сонда сен көп іспен айналысуға болады, бәрі жақсы көретін тірліктерің болатын болса, жақсы көретін істерің болатын болса, онда сен көп іспен бір моментте айналыса аласың и жанып кетпейсің. Вот осы 15 жолын білу арқылы, осы 15 жолмен сендер ешқашанда почти выгоранияға түспейсің, қалаған жұмысың бәрін, қанша көп болса да бәрін бітіруге болады, өмірден бәрін алып үлгеруге болады негізі. Тура осылай выгоранияға түсіп, тағы да қиналып, шаршап жүрген достарың болатын болса, таныстарың болатын болса, осы видеоны тараттыңдар, жіберіңдер, оларға да пайдалы болуға тырысыңдар. Лайк басыңдар, комментарий қалдырыңдар. Келесі кездескенше.